Мен оны құшақтап, басын иығыма қойдым. Енеме, мен ештеңеден қорықпаймын дедім сыбырлап. Сіз енді жалғыз емессіз. Сол түні енем алғаш рет маған баладай еркелеп көз жасын тыя алмай ұйықтады. Ал менің ішімде бір үн оянды. Егер бұл үйде әділет болмаса, мен болам әділет. 4 бөлім. Үлкен әпкемнің туған күніне бару үшін 2-ақ күнге үйден шықтым. Күйеуім қасымда болатын. Бірақ сол қуанышқа да мен үшін көз жасы араласты. Жай ғана туған күнге бару мен үшін үлкен сынақ еді. Күйеуімнің ашуы тағы да себепсіз өртенді. Оған да кінәлі сол абысыным. Осы сенің қатыныңның қаңғуы бітпейді екен, деп отқа май құйғандай сөйлепті. Сол сөзден кейін күйеуім мені ұрып, басқа бармайсың деген. Бірақ әпкемнің көңілі үшін қанша қорықсам да еріп шықтым. 2 күннен кейін қаладағы туған күн аяқталып, көңілім сәл жайланғандай болған. Бірақ үйге келген сәтте бәрі қап-қара бұлттай төніп тұрды. Есіктен кіре сала құлағыма шыңғырған дауыс естілді. Кәрі қақпас, сенен не пайда бар өзі? Деген абысынымның ашулы үні. Жүгіріп ішке кірсем, енем жерге құлап жатыр. Ал абысының қолында шүберек, шашы тікірейіп долданып алған. Жан даусым шығып, екеуінің арасына түстім. Не істеп жатырсыз? Не үшін ұрасыз оны? Абысыным бетіме баж етіп, көрпесін бүлдірді. Іші өтіп бәрін ластаған. Осындай лас адамға қараудан да жиіркенем, деп айқай салды. Сол сәтте жүрегім шыдап тұра алмады. Ол сенің енең. Анаңдай адамды қалай ұрасың? Екеуміз төбелесіп қалдық. Қолым дірілдеп, көзімнен жас парлап, енемнің үстіне жата кеттім. Болды. Енеме тиіспеңіз. Енем болса әлсіз дауыспен. Болды, қызым, тоқта, деп сыбырлап жатыр. Сол күні менің көзіме өмірдің ашы шындығы анық көрінді. Бір үйде тұрып та, біреудің жаны мүлде жалғыз болуы мүмкін екен. Күйеуім болса өз анасына: үйді сасытып, туалетке түшпайсың ба, деп айқайлап. Енем білдірген көрпені жуып, киімдерін тазалап, өз бөлмеме кіргіздім. Күйеуім үнемі кешке бір жерге барамын деп кететін. Абысында кешке жоғалып кететін. Сөйтсем екеуі көне Жигули мен ауыл сыртына барып білгендерін жасап жүріпті. Қайын ағам сыртта жұмыста. 5 бөлім. Енеммен балаша сөйлесіп, оны екінші анамдай қарадым. Оқығанымды пайдаланып дәрісін беріп жүрдім. Білмеймін, енем жәутеңдеп қараған сайын еріксіз аяп кетемін. Құдды мені осы үйге енем үшін жібергендей көрінеді. Жазықсыз жанды бұл тозақтан құтқар дейтіндей. Аяғым ауырлады. Бәріне шыдап жүрмін. Отбасы болғанымызға 1 жыл толмады. Қызғаншақ күйеуімнің ұрып соғуы басылады деген үмітпен жүрген кезім. 2020 жыл жаз айы еді. Шағын ауылда тұрдық. Қалаға қатынау үшін такси группасына кіріп алғанбыз. Таңғы 8-ден өте WhatsApp'та тыныштық кете бастады. Қайта-қайта сымс даусы естілді. Не болды екен деп қарап едім. Өз көзіме өзім сенбедім. Абысын мен күйеуімнің болып жатқан видеосын салыпты. Абысының даусы, оның күйеуімнің атын айтып жатқаны бәрі естіліп тұр. Ана жердегі группада бәрі абысын мен күйеуім туралы неше түрлі жиіркенішті сөздер жазып жатыр. Арсыз абысының қылығына шыдамадым. Ашуымды ұстай алмай ұйқыда жатқан абысының шашынан сүйреп төбелесе кеттік. Көңілдесінің даусынан шошынған күйеуім жүгіріп келіп, мені тепкінің астына алды. Оның баласын көтеріп жүрмін ғой. Баласы емес, 2 әрпіне есі кеткен сорлы көңілдесінмен қорғап, мені тепкілеп тастады. Байғұс енем ғана шырылдап мені қорғағандай. Шешесіндей итеріп жіберіп, абысынды құшақтап жатыр. Шүмбіріп, астым жып-жылы болып кетті. Енді ғана бөбегіме 2 ай болған еді, соққыдан түсіп қалды. Қайғырып қайырлысы осы болар деп өзімді жұбатып, өзімді өзім сүйреп аяққа тұрдым. Күйеуімнің үстінен арыз жазып едім. Тәулікке ғана қамады да ажырастық. Қоғамда ерлі зайыптылар ұрысса, әйел таяқ жесе қалыпты жағдай екен заң бойынша ол жылдары. Түсік тастағанмен ол үйден кеттім. Өзім ғана кетпедім. Енемді де ала кеттім. Абысын мен күйеуім жібергісі келмеді. Пенсия үшін енемді ұстап тұрсаңдар, ешқандай пенсия сұрамаймын деп қадап айттым.
Менің таңқалғаным қайынағам бар шындықты білсе де, ештеңе істемеді. Пенсиясын алмаймын дегесін ғана үнсіз келісті. Енемді ертіп өз үйіме бардым. Әке-шешем барлығын жақсы қабылдады. Жағдайды алдын ала айтып қойғам. Енемді ол тозаққа тастап кеткім келмеді. Ол үйден өзім ғана кетсем, өмір бойына өкініп өтетінім рас. Әпкелерім мен аңқылдаған жезделерім мен үшін 6 айға пәтер жалдап, жұмыста тауып берді. Енемді алып қалада тұрдым. Әпкелеріме қонаққа барып келіп араласып тұрдық. Енемді өз анамнан кем қылмай, бір үйде тұрдық. Мен жұмыста жүргенде үйде теледидар қарап отырады. Дәрілерін уақытылы ішіп жүрген енемнің беті бері қара. Ол мені қызы сияқты қабылдап, кәдімгідей анасы мен қызындай болып кеттік. Десе де ана жүрегі туған перзенттерін сағынады екен. Түрі білдірмесе де, түнде күбірлеп балаларының амандығын тілеп жатады, мен ұйықтап қалғандай кейіп танытамын. 3 жылдан кейін мені түсінетін жігітке тұрмысқа шықтым. Ол жігіт барлық сырымды қабылдап, енемде бірге қасымызда тұрды. Аллаға шүкір, бақытты отбасы болдық, бөпелі болдым. Енем өз немересіндей қарап, бөпені сүйіп құшағына алады да, көз жасын көрсетпей жылап алады. Апа, неге жыладыңыз десем. Баяғыда енем балаларымның екеуінде бермей, тек емізуге ғана кіретімін. Кейде енем тойға кетсе, сәбиімді құшып сүйіп, көтетіне дейін сүйіп шығатымын. Сонда енем жарықтық, ауруым жұғады, балаға жолама деп 2 ұлымды да қолыма ұстатпады. Сол бір 2 ұлы қартайған анасының дәретінен жиіркеніп талай жыл ұрған ғой. Енемнен айтуы бойынша бәріне абысын кінәлі болып тұр. Әлі күнге дейін ұлдарына шаң жуытпайды. Абысын екеуін дуалап алған. Не десе де туған балалары ғой. Міне 5 жыл өтті. 2 ұлы да іздеп келмеді. Енемнің көңілі үшін ертіп қара шаңыраққа келдік. Абысыным сотталып кеткен. Рет шешіп беремін деп елді алдап, ақыры темір торға түсіпті. Үй атына аударып алған ол, қарыз жабу үшін сатуға қойған екен, жас отбасы сатып алыпты. Қайын ағам мен бұрынғы күйеуім Алматыда жұмыста жүр екен. Көршіден сұрап алып звондап едік. Телефон көтере қоймады. Кейін тағы звондағанда, ауру кемпірді неге айтып тұрсың? Өзің алып кеттің ба, өзің бақ. Хабарласып мазамды алма деп боқтап айқайлады. Енем барлығын естіп үнсіз жылап қалды. Содан кейін еш уақытта ұлдары туралы ештеңе сұрамады. Сөйтсем бәрімен қоштасып жүрген екен. Осы жаздың шілде айында өмірден озды. Маған ақ батасын беріп, соңғы сөзі ұлдарың келді ма? Деп сұрай берді. 2 ұлы да телефон көтермей естіді, бәлкім естімеді, келмеді. Бұл әңгімені Инстаграмдағы өз ұлынан таяқ жеп қайтыс болған әкені көргелі баяндауға шешім қабылдадым. Сол атаның видеосын көріп, еріксіз жыладым. Өйткені енемде сондай тағдырды кешкен. Жаны жәннатта болсын апа.